Барлықтарыңа сәлем. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз натурал көрсеткішті дәреже және оның қасиеттері. Ең бірінші дәреже дегеніміз не? Дәреже дегеніміз бірдей көбейткіштердің көбейтіндісінің қысқаша жазылуы. Дәреже бізде AN түрінде жазылады. Бұл жердегі А дегеніміз дәреженің негізі. Яғни қандай санды біз бірнеше рет көбейтіп жатырмыз, сол сан бұл бізде А негізі ретінде жазылады. Ал N дегеніміз бұл бізде дәреже көрсеткіші, яғни сол санды неше рет көбейтіп жатырмыз. Мысалы, оң жақта тұрған мысалға қарайық. 2-нің 4 дәрежесі, яғни негізі ретінде 2-ні біз көбейтіп жатырмыз, ал дәрежесі ретінде оны 4 рет көбейтіп жатырмыз, сондықтан оның дәрежесіне 4 деп жазылған. 2-ні өз-өзіне 4 рет көбейтсек, ол бізде 16-ға тең. Екінші мысалда бізде теріс санның дәрежесі туралы. Теріс санның тақ дәрежесі бізде әрдайым теріс таңбалы сан болып шығады, ал теріс санның жұп дәрежесі бізде әрдайым плюс таңбалы сан болып шығады. Енді екінші мысалға назар аударайық. Бұл жерде бізде -3, яғни теріс таңбалы сан дегеніміз ол минус таңбалы сан. -3-ті өз-өзіне 3 рет көбейтсек, -3-ті -3-ке көбейткенде 9 шығады, минус пен минус көбейтіліп, бірақ оны тағы да -3-ке көбейткенде ол -27 шығады. Сондықтан бізде тақ дәреже болса, оның жауабы да минус шығады. Сонымен бізде минус таңбалы санның тақ дәрежесінің жауабы минус таңбалы сан болып шығады, ал минус таңбалы санның жұп дәрежесі оң сан болып шығады. Енді бізде дәрежеде мынандай ережелер бар. Кез келген санның бір дәрежесі сол санның өзіне тең. Екінші ереже, бірдің кез келген дәрежесі бірге тең. Өйткені бізде бірді қанша рет өз-өзіне көбейтсек те ол бірге тең. Сол сияқты нөлдің де кез келген дәрежесі нөлге тең. Келесі бізде дәрежені оқу тәсілдері. Бірінші бізде 2 дәреже. Яғни бізде А-ның 2 дәрежесі болса, оны біз көп жағдайда А-ның квадраты деп айтамыз. Солай 3 дәреженде біз көп жағдайда А-ның кубы деп айтамыз. Мысалы, 4-тің кубы, 5-тің кубы деген сияқты, немесе 2-нің квадраты, 7-нің квадраты деген сияқты көп жағдайда 2 мен 3-ті квадрат және куб деп атаймыз. Ал басқа сандағы дәрежелерді А-ның n-ші дәрежесі дейміз. Мысалы, 2-нің 5-ші дәрежесі, немесе 10-ның 9-ші дәрежесі, 8-дің 60-ші дәрежесі деген сияқты А-ның n-ші дәрежесі арқылы оқимыз. Бірінші мысалда бізде сәл қателік болып тұр, 5-тің квадраты деп жазылу керек еді. Келесі бізде дәреженің қасиеттері. Бірінші қасиеті ол бізде дәрежелерді көбейту. Негіздері бірдей, дәрежелерді көбейткенде негізі өзгеріссіз қалады, ал дәреже көрсеткіштері қосылады. Енді неге екенін толығырақ ашып көрсетейік. Бізде мына жерде бірінші мысалда А-ның кубы көбейту А-ның квадраты тұр. А-ның кубы дегеніміз А-ны өз-өзіне 3 рет көбейту, ал А-ның квадраты дегеніміз оны өз-өзіне 2 рет көбейту. Сонда бізде А-ның кубы мен квадратының көбейтіндісі ол бізде 5 рет А-ның өз-өзіне көбейтілгеніне тең екен. Бұны былай ашып жазбайық, сразу формула арқылы 3 қосу 2 тең А-ның 5 дәрежесі деп есептесек болады. Міндетті түрде негіздері бірдей болу керек. Бұл жерде АА. Енді біз бірінші мысалға назар аударайық. 2-нің кубы көбейту 2-нің 4-ші дәрежесі. Бұл жерде тура формуламен 2-нің 3 қосу 4 дәрежесі тең 2-нің 7 дәрежесі. 2-нің 7 дәрежесі ол бізде 128-ге тең. Екінші мысалда бізде теріс сан берілген екен, -3-тің квадраты көбейту -3-тің 5 дәрежесі. -3 санның негізі өзгеріссіз жазылады және дәрежелері қосылады. 5-ге 2-ні қоссақ 7. Біз білеміз, теріс санның тақ дәрежесі минус таңбалы сан болады. Бұл жерде бізде 7 тақ сан, сондықтан жауабы минус таңбалы сан шығады. Бізде -3-тің 7-ші дәрежесі, сонда -2187-ге тең екен. Үшінші мысал, бізде көп жағдайда 10-ның негізі 10 болатын дәрежелер көп кездеседі есептерде. Бұл мысалда бізде 10-ның кубы көбейту 10-ның квадраты екен. Бұл жерде де тура осылай негіздері 10-ды жазамыз және дәрежелерін қосамыз. 3-ге 2-ні қоссақ 5, 10-ның 5 дәрежесі ол бізде 100 мыңға тең екен. Келесі қасиет бізде дәрежелерді бөлу. Негіздері бірдей дәрежелерді бөлген кезде негізі өзгеріссіз қалады, ал дәреже көрсеткіштері азайтылады. Неге енді дәреже көрсеткіштері бөлген кезде азайтылатынын бірге қарастырайық. Мысалы, бізде А-ның 5 дәрежесі бөлу А-ның 3 дәрежесі берілген. А-ның 5 дәрежесі дегеніміз А-ны өз-өзіне 5 рет көбейту, одан кейін бөлшек сызығымен астына А-ның 3 дәрежесі А-ны өз-өзіне 3 рет көбейту ретінде жазсақ, біз білеміз, бөлшектің егер алымы мен бөлімі бірдей санға көбейтіліп тұрса, онда біз оны қысқарту орындай аламыз. Бұл жерде тура солай, бөлімінде А-ны өз-өзіне 3 рет көбейту мен алымдағы өз-өзіне А-ны 3 рет көбейтуді қысқартатын болсақ, бізде алымында тек 2 өз-өзіне 2 рет көбейтілген А қалады, яғни А көбейту А. Бұлай ашып жазбайық, біз формула арқылы азайту ретінде жазсақ болады.
аның 5 дәрежесінен азайтамыз 3 дәрежені, сонда бізде қалады аның 2 дәрежесі. Менде тұрған бірінші мысалға назар аударайық. Бұл жерде бізде 5-тің 7 дәрежесі бөлінген 5-тің 3 дәрежесі. Яғни бізде ортада бөлу болған кезде дәрежелер азайтылады, сонда 7-ден 3 азайтамыз, негізін өзгеріссіз жазамыз, 5-тің 4 дәрежесі қалады. 4 дәрежесі бізде 625-ке тең. Енді екінші мысалға назар аударайық. Бұл жерде бізде теріс сан берілген екен, -2-нің 6 дәрежесі бөлі -2-нің 2 дәрежесі. Бірінші негізін өзгеріссіз жазамыз, -2, және дәрежелерін бөлу болғандықтан азайтамыз. Сонда бізде -2-нің 4 дәрежесі шығады. Бізде минус таңбалы санның жұп дәрежесі, ол оң таңбалы сан шығады. Бізде 4 жұп сан, сондықтан бізде бұл жерде оң таңбалы сан шығады. -2-нің 4-ші дәрежесі, ол бізде 16-ға тең. Келесі мысал бізде үшінші мысал, 10-ның 5 дәрежесі бөлі 10-ның 2 дәрежесі. Бұл жерде тура солай дәрежелерін азайтамыз. Негізін өзгеріссіз жазамыз, 10, 5-тен 2-ні азайтсақ 3, 10-ның 3 дәрежесі, ол бізде 1000-ға тең. Үшінші қасиеті бұл бізде дәрежені дәрежеге шығару. Яғни бізде жақшаның ішінде аның дәрежесі, жақшаның сыртында тағы да дәрежесі болса, осындай жағдайда қарастырамыз. Дәрежені дәрежеге шығарғанда негізі өзгеріссіз қалады, ал дәреже көрсеткіштері көбейтіледі. Енді біз неге көбейтетінімізді қарастырайық. Мына мысалда бізде аның кубы жақшаның сыртында квадрат берілген. Енді біз жақшаның сыртынан қарастырайық. Яғни бізде жақшаның ішіндегі белгілі бір сан деп ойласақ, а куб дегенді сыртында квадрат тұр. Квадрат дегеніміз ол санды өз-өзіне 2 рет көбейту деген сөз. Яғни а кубты өз-өзіне 2 рет көбейтеміз. Енді тағы да оның ішінен қарастыратын болсақ, а кубтың өзі аны өз-өзіне 3 рет көбейтуге тең. Екіншісінде көбейтеміз аны өз-өзіне 3 рет. Сонда бізде бұл жерде жақшаларды ашып тастасақ, бізде аның 6 дәрежесі шығады. Яғни бұл бізде 3 көбейту 2 6 дегенге тең болады. Енді бізде төмендегі бірінші мысалға назар аударайық. 2-нің кубы жақшаның сыртында 4 дәреже тұр. Яғни формула бойынша 3 пен 4-ті көбейтеміз, сонда бізде 2-нің 12 дәрежесі болады. Ол бізде 4096-ға тең екен. Екінші бізде теріс сан болған жағдайда -3-тің квадраты, оның жақшаның сыртында кубы тұр екен. Формула бойынша бізде -3-ті өзгеріссіз жазамыз да, 3 пен 2-ні көбейтсек, бізде -3-тің 6 дәрежесі болады. Біз білеміз, теріс санның жұп дәрежесі оң таңбалы сан болады. Яғни бізде -3-тің 6-шы дәрежесі 729-ға тең екен. Келесі үшінші мысал, 10-ның квадраты және 10-ның кубы берілген екен. Бұл жерде тура солай формулаға саламыз, 2 мен 3-ті көбейтеміз, 10-ның 6 дәрежесі, ол бізде 1 миллионға тең екен. Келесі бізде төртінші қасиеті көбейтіндінің дәрежесі. Бұл жерде а көбейту б-ның n дәрежесі берілген екен. Бұл бізде а-ның n дәрежесі б-ның n дәрежесіне тең екен. Көбейтіндінің дәрежеге шығару үшін, яғни көбейтіндіні дәрежеге шығару үшін әрбір көбейткішті осы дәрежеге шығарып, нәтижелерін көбейту керек. Енді біз неге әрқайсына жеке-жеке көбейтетінімізді қарастырайық. Мысалы бізге а көбейту б-ның n дәрежесі берілген, n дәреже дегеніміз, яғни оның а көбейту б-ны n рет өз-өзінен көбейтуі. Енді бұл жерден біз а-ны бөлек, б-ны бөлек алатын болсақ, тура сол а-ның n дәрежесіне және б-ның көбейту б-ның n дәрежесіне келеді. Бірінші мысалға назар аударайық. 2 көбейту 5-тің 3 дәрежесі берілген екен. Бұл жерде 3 дәреже 2-ге де тиесілі, 5-ге де тиесілі. 2-нің 3 дәрежесі бұл бізде 8-ге тең, 5-тің 3 дәрежесі 125-ге тең. 8 пен 125-ті көбейтсек, бізде ол 1000-ға тең. Немесе екінші жолмен, яғни 5 пен 2-ні бірінші көбейтіп аламыз, 10 болады. 10-ның 3-ші дәрежесі, яғни 10-ды өз-өзіне 3 рет көбейтсек, ол тоже 1000-ға тең. Мысалы бізде теріс сан мен оң сан екен, -2 көбейту 3 және оның 4-ші дәрежесі. Бұл жерде тура солай 4 бізде -2-ге де тиесілі, 3-ге де тиесілі. Ендеше бізде -2-нің 4 дәрежесі көбейту 3-тің 4 дәрежесі, -2-нің 4 дәрежесі ол бізде 16-ға тең, 3-тің 4 дәрежесі ол бізде 81-ге тең. 16-ны 81-ге көбейтсек, 1296. Тура осылай бізде бөлшек сан болған кезде де орындалады. Мысалы 2-ден 1 көбейту 6 және оның 2-ші дәрежесі берілген. Бұл жерде де 2-ші дәреже 2-ден 1-ге де тиесілі, 6-ға да тиесілі. Сонда бізде 2-ден 1-дің 2-ші дәрежесі ол бізде 4-ден 1-ге тең. Көбейту 6-ның 2-ші дәрежесі 36-ға тең. 4-ден 1-ді 36-ға көбейтсек, ол бізде 9-ға тең. Бұл жерде яғни маңызды нәрсе бізде өзі тақырыптың өзі айтып тұр, көбейтіндінің дәрежесі. Яғни бізде а көбейту б және жақшаның сыртында n дәреже болу керек. Яғни а қосу б сыртында n дәреже болса, а n қосу б n деп жаза алмаймыз. Тек қана ортасында көбейту болу керек. Келесі бізде 5-ші қасиеті бөліндінің дәрежесі. Б-дан а-ның немесе а бөлу б-ның n дәрежесі болса, онда ол а-ның n дәрежесі бөлу б-ның n дәрежесіне тең екен.
Ережеміз бізде бөлшекті дәрежеге шығару үшін оның алымын және бөлімін жеке сол дәрежеге шығарып, нәтижелерін бөлу керек. Нәтижелерін бөлу керек дегеніміз, мысалы қысқартатын жағдай болып қалса қысқарту керек, тағы да ары қарай ықшамдау керек жағдай болса ықшамдаймыз. Енді бұл жерде өткен мысал сияқты неге n дәреже алымына Енді бұл жерде неге n дәреже алымына жеке n дәрежесі бөліміне жеке n дәреже болып баратын дәлелдейік. Бізде a бөлу b-ның n дәрежесі дегеніміз, ол жаңағыдай a бөлу b көбейту a бөлу b көбейту a бөлу b, сол сияқты n рет өз-өзіне көбейту. Енді осыны бөлшек түрінде жазсақ, мына жердегі мынау бөлу деген таңба. Бөлшектің алымында a-ны өз-өзіне n рет көбейткенге тең болады, ал бөлшектің бөлімі b-ны өз-өзіне n рет көбейткенге тең болады. Сондықтан бізде соңы a-ның n дәрежесі бөлу b-ның n дәрежесіне тең болады екен. Енді төмендегі мысалға назар аударайық. Бірінші мысал 6 бөлу 2-ның немесе 2-ден 6-ның 3 дәрежесі қалай болады екен? Бұл жердегі a-ның орнында бізде 6 тұр, b-ның орнында бізде 2 тұр. Жақшаның сыртындағы 3 дәреже 6-ға да тиесілі, 2-ге де тиесілі. Сонда бізде 6-ның 3-ші дәрежесі ол бізде 216-ға тең, 2-ның 3-ші дәрежесі ол бізде 8-ге тең. Бұл жерде енді 216 мен 8 қысқарады, немесе бөлінеді десек болады. 216-ны 8-ге бөлсек, ол бізде 27-ге тең екен. Келесі мысал бізде теріс сан мен оң сан берілген екен. -3 бөлу 2 немесе 2-ден -3 жақшаның сыртында квадрат тұр екен. Жаңағыдай бізде сыртында тұрған квадрат -3-ге де 2-ге де тиесілі. Сонда бізде -3-тің квадраты бөлінген 2-ның квадраты болады. -3-тің квадраты ол 9-ға тең, 2-ның квадраты 4-ге тең. Бұл жерде ары қарай біз ықшамдай алмаймыз, еш нәрсе қысқарта алмаймыз, сондықтан осылайынан қалдырамыз. Келесі бізде үшінші мысал 10 бөлу 5-дің 4-ші дәрежесі. Бұл жерде де тура солай, 4 бізде 10-ға да тиесілі, 5-ге де тиесілі. Сонда бізде 10-ның 4 дәрежесі бөлу 5-дің 4 дәрежесі болады. Ол бізде 16-ға тең екен. Енді бізде осы 4-ші қасиет мен 5-ші қасиетті ескеретін нәрсе, бізде a мен b-ны алып жатырмыз. Өткен есептерде біз өткен мысалдарда өткен қасиеттің Енді бізде осы 4-ші және 5-ші қасиетте байқағандарыңыздай біз a мен b-ны алып жатырмыз. Негіздері әртүрлі сандарды көбейту және негіздері әртүрлі сандарды бөлуді қарастырдық. Осы біз 4-ші және 5-ші қасиеттері байқағандарыңыздай әртүрлі сандардың көбейтіндісі мен әртүрлі сандардың бөліндісі және жақшаның сыртында n дәреже болған жағдайды қарастырдық. Яғни бізде бастапқы 1-ші, 2-ші, 3-ші негіздері бірдей болды, сондықтан біз оларды азайттық, қостық, тағы солайында ықшамдау орындадық. Яғни бұл жерде біз 3-тен 2-ні көбейтіп, тағы дәрежелерді азайттып, дәрежені қосып, қате ықшамдау орындап жүрмеңіздер. Бұл жерде негіздері әртүрлі болды және дәрежелерді жеке-жеке соған сәйкесінше тиісті етіп жаздық. Енді біз дәреженің барлық қасиетімен таныстық. Енді бізде аралас есептер, яғни қалай шығарған бізге тиімді болады. Бірінші есеп бізде 2-ның 3 дәрежесі көбейту 5-дің 3 дәрежесі. Бұл жерде негіздері әртүрлі, бірақ дәрежелері бірдей екен. Бұндай жағдайда біз дәреженің жақшаның сыртына шығарып, негіздерін бірінші көбейтіп алсақ, бізге тиімді болады екен. Яғни 5-ті 2-ге көбейтеміз, және ол бізде 10-ға тең, 10-ның 3-ші дәрежесін есептеген тиімдірек. Немесе бізге басынан 5-дің 3-ші дәрежесін жеке есептеп, сосын барып 2-ның 3-ші дәрежесін жеке есептеп, оны көбейтсек те болады, бірақ бізге дәреженің жақшаның сыртынан шығарып жіберіп, 5-ке 2-ні көбейтіп 10, 10-ның 3-ші дәрежесін есептеген оңай екен. 10-ның 3-ші дәрежесі ол бізде 1000-ға тең. Дәреженің жақшаның сыртынан шығарып жіберу үшін міндетті түрде аралары көбейту немесе бөлу болуы керек. Қосу азайту болмайды. Екінші есеп бізде амалдарды орындау, 3-тің 5 дәрежесі көбейту, 3-тің 2-ші дәрежесі бөлу, 3-тің 4-ші дәрежесі. Бірінші бізде көбейтуді орындаймыз. Яғни бірінші қандай амал тұрса, соны орындаймыз. Бөлу тұрса бөлуді, көбейту тұрса көбейтуді. Бұл мысалда бізде көбейту тұр екен. 5-ке 3 негізін жазамыз, 5-ке 2-ні қосамыз, 3-тің 7-ші дәрежесі шығады, бөлу 3-тің 4-ші дәрежесі, бөлу болған кезде негіздері бірдей болса, негізін жазамыз, 7-тен 4-ті айтсақ, бізде 7-тің 3 дәрежесі қалады, сонда ол бізде 27-ге тең екен. Үшінші мысал, бізде бұл типтегі есептер бізде өте көп кездеседі. 4-ның квадраты көбейту b, жақшаның сыртында кубы бар екен, бөлу 2a көбейту b-ның квадраты, жақшаның сыртында квадрат бар екен. Енді бұл жерде біз бірінші жақшаны ашып алайық, яғни сыртында тұрған кубты және сыртында тұрған квадратты әрқайсына жеке-жеке көбейтіп ашып алайық. Ұмытып кетпеңіздер, бұл жерде жақшаның сыртында тұрған 3 ішіндегінің барлығына тиесілі. 4-ке де
аның квадратына да б-ға да тиесілі және міндетті түрде орталарында егер көбейту болса ғана, көбейту немесе бөлу болса ғана, қосу азайту болмайды. Бізде 4-тің 3-ші дәрежесі 64-ке тең, аның квадратына және оның кубы болса, бұл екеуі бізде көбейтіледі, 3-ті 2-ке көбейтсек 6 дәреже, яғни аның 6 дәрежесі болады және б-ның кубы болады. Бөлу, енді 2-ші дәрежені ашайық. 2-ның квадраты ол бізде 4-ке тең, а-ның квадраты болады, б-ның квадраты көбейту оның квадраты болса, 2-2-ні көбейтеміз, 4 дәрежесі болады. Енді біз бөлуді орындаймыз. Бөлу немесе қысқарту десек те болады. Яғни бізде араларында міндетті түрде көбейту болып тұр, қосу азайту жоқ екен. Ендеше 64-ке бөлсек бізде 16 болады. А-ның 6 дәрежесі бөлу А-ның 2 дәрежесі болғанда біз 6-дан 2-ні азайтамыз, сонда бізде А-ның 4 дәрежесі болады. Көбейту б-ның кубы бөлу б-ның 4 дәрежесі тұр. Енді бұл жерде 3-тен 4-ті азайтамыз. Бұл кезде бізде минус 1 деген дәреже шығады екен. Сонда бізде біз минус 1 дәрежені өтуді ұмытып кеттік қой. Ладно, біз минус дәрежені біз шортсыз видеоға салатын боламыз. Сол жерден міндетті түрде қарап кетіңіздер, жүре ма? Бұл жерде бізде 16 А-ның 4 дәрежесі бөлу б болады. 4-ші есеп бізде 1-ші есепке ұқсас екен. 0,2-ның 3 дәрежесі көбейту оның 3 дәрежесі. Бұл жерде яғни тиімді тәсіл, ортасында көбейту болып тұр және дәрежелері бірдей болып тұр, негіздері әртүрлі болып тұр. Ендеше кубты жақшаның сыртына шығара салайық. 0,2-ні 10-ға көбейтсек бізде 2 шығады. 2-ның кубы ол бізде 8-ге тең. Енді бізде келесі осы бүгінгі өткен тақырыбымызды қорытындылап шығайық. Егер бізде негіздері бірдей болса және ортасында көбейту болса, бұнда бұл кезде дәрежелері қосылады, Ал егер негіздері бірдей, бірақ араларында бөлу болса, дәрежелері азайтылады. Егер бізде бір санның дәрежесі жақшаның сыртында тағы да дәреже болса, мұндай жағдайда 2 дәреже бір-бірімен көбейтіледі. Егер бізде 2 сан бір-біріне көбейтіліп, жақшаның сыртында тағы да дәреже тұрса, онда жақшаның сыртындағы дәреже жақшаның ішінде көбейтіліп тұрған санның немесе әріптің барлығына тиесілі. Бөлу болған кезде де тура осылай, 2 сан немесе айнымалы бөлу болып тұрса, жақшаның сыртында дәреже тұрса, ол сыртында тұрған дәреже ішінде тұрған бөлшектегі алымда да бөлімде де тұрған барлық сандар мен әріптерге тиесілі. Енді сіздер міндетті түрде есе сақтаңыздар, кез келген санның 0 дәрежесі 1-ге тең. Кез келген санның 1 дәрежесі сол санның өзіне тең. 1-дің кез келген дәрежесі 1-ге тең. Осы үшеуін есіңізде сақтаңыздар. Көп жағдайда қажет болатын санның 0 дәрежесі 1-ге тең болады, ұмытпаймыз. Егер бүгінгі өткен тақырыбымыз түсінікті болса, осы үй тапсырмасының комментарийға жауабын жазып кетіңіздер, ма? Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Бүгінгі тақырып түсінікті болса, комментарий жазып, лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар.